Сәлем, біздің каналға қош келдің. Біздің канал биология ғылым саласына арналған. Осыған орай, біз бүгін тірі ағза ұғымын қарастыратын боламыз. Себебі, биология ғылым саласы тірі ағзаларды зерттейтін ғылым болып табылады екен. Ал енді тірі ағза дегеніміз не? Тірі ағзаларға нелер жатады? Қандай заттарды біз тірі ағза деп атай аламыз? Міне осы сұрақтарға сіз осы видеода жауабын алатын боласыз. Тірі ағза, немесе оны біз жанды зат деп атаймыз. Тірі ағзаға тән қасиеттерді қарастырайық. Не себепті? Себебі кез келген затқа, яғни кез келген бір денеге тән қасиеттер болады. Қандай тірі ағзаны, немесе жанды затқа қандай қасиеттер тән? Ол қасиеттер, бұл жерде негізгі қасиеттер көрсетілген. Тұқым қуалаушылық қасиет, өзгергіштік қасиет, тітіркенгіштік және қозғыштық, зат алмасу, даму, өсу, қоректену, тыныс алу, өзін-өзін реттеу және көбею. Бұл дегеніміз, осындай қасиеттердің жиынтығынан немесе осы қасиеттердің бір шамасын құрайтын затты ағзаны біз тірі ағза деп толықтай атай алады екенбіз. Енді табиғатымызда қандай денелерді біз тірі ағза деп атай аламыз? Оларға өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, бір жасушалылар және вирустарды тірі ағза деп атай алады екенбіз. Ендігі бізде көптеген сұрақтардың ішінде бізде өсімдіктер тірі ағзаға жатады ма деген сұрақтар көп кездеседі. Өсімдіктер тірі ағзаға жатады. Неге десеңіздер, жоғарыда айтып өткенімдей, тірі ағзаға тән қасиеттер жиынтығы бар. Оларға мысал ретінде көбею қасиеті, қоректену, өсу және даму, сонымен қатар тітіркенгіштік те қасиет өсімдікке тән екен. Осы қасиеттерді ескере отырып, өсімдіктер тірі ағзаға жатады деген шешімге келеміз. Қорытындылай келе, бүгін біз тірі ағза немесе жанды зат, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік, тітіркенгіштік және қозғыштық, зат алмасу, даму және өсу, қоректену, тыныс алу, өзін-өзін реттеу, көбею атты қасиеттердің жиынтығын құрайтын затты біз тірі ағза деп айтадық. Тірі ағзаларға өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, бір жасушалылар, вирустар жататынын білдік. Және сонымен қатар өсімдіктер тірі ағзаға жататынын дәлелдедік. Биологиядан нақты әрі қызықты мәліметтер алғың келсе, бізбен бірге бол. Біздің каналға тіркеліп, біздің әрбір видеомызды мұқият қарап, біліміңді толықтыр.